Қайырлы күн, ұстаздар, сіздермен ұстаз KZ. Бүгін мен сіздерге электронды оқулық жолын жасауды көрсететін боламын. Ең әуелі менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Google-дың іздеу жолағына турбосайт деп жазып аламыз. Бірінші сілтемеге өтіп, осы турбосайтты өзімізге жүктеп аламыз. Енді жүктелген турбосайтты өзіміздің главный экранымызға қойып, рабочий столға, және де тағы бір новый папка ашып аламыз. Бұл бізге керек болады сайт жасауға. Келесі біз турбосайттың ішіне кіріп, далее батырмасын басып, установка жасайтын боламыз. Установкадан өткен соң турбосайт ашылады. Сосын жаңа создать батырмасын басып, проект батырмасын басып, рабочий столдағы новый папка, жаңа ашқан папкамызды открыть етеміз. Мінеки осындай беті ашылады. Бұл біздің электронды оқулық жасауымыздың жаңа беті болып табылады. Осы жерде жұмыстың бәрін жасаймыз. Заголовок сайта деген жерде оқулықтың атауы қандай, соны жазып аласыздар. Келесі бетте бұл жерде шаблондар тұрады. Әр түрлі шаблондарды қолдана аласыздар. Мысалы, осындай қызыл түстес, сары түстес, немесе осындай суреттермен қара түстес. Өзіңізге ұнаған шаблонды аласыз. Мен осы шаблонды қолданатын боламын. Келесі бізде шаблонды таңдап болған соң параметр сайт бөліміне өтеміз, басып, және де заголовок сайт, яғни сайттың атауын жазып көтеміз. Мысалы, оқулық электронды деп жазып қояйық. Бұл электронды оқулығыңызды ашқанда бірінші бетінде осы тұратын болады, басты бетте. Келесі краткий описание сайта. Оқулықтың не туралы екендігін қысқаша мәлімдеме беріп жазып кетсеңіздер болады. Келесі бетте бізде страница, яғни беттер. Осы жерде главный страница деген жерді өзгертуіміз керек. Яғни главный дегенді алып, бөлім өзімізге ыңғайлы бірінші бет деп болмаса, басты бет деп өзгертіп қоямыз. Келесі осы басты бетке жазылатын өзіміздің мәтінімізді алдын ала дайындап қойсақ болады, соны қоя аламыз. Мысалы, мен осындай мәтін дайындап қойдым. Электронды оқулығымның басы бетінде осы сөздерді қоятын боламын. Мінеки, енді осы сөздерді әртүрлі форматта өзгертіп, үлкейтіп, кішірейтіп, түстерін ауыстырып өзгертіп отырамыз. Ол үшін бізге жоғарғы жақта тұрған құралдар керек болады.
келесі бетте электронды оқулығымызға осы жерді басып суреттер енгізе аламыз. Мысалы, добавить батырмасын басып, рабочий столда тұрған өзіңіздің дайындап қойған суреттеріңізді әкеліп қойсаңыздар болады. Мысал ретінде осы суретті қойып көрейік. Открыть батырмасын басамыз. Осы жерден өзімізге керек суретті таңдап аламыз. Және де осы батырманы басамыз шетте тұрған. Мінекей біздің электронды оқулығымыздың бірінші бетіндегі сурет дайын. Әртүрлі іс-қимылдар жасағаннан кейін, мысалы алатын болсақ, әртүрлі жазулар немесе суреттер қойғаннан кейін осы астындағы кнопканы басып отырамыз, яғни оны сақтап отыратын боламыз. Келесі бетті жасау үшін добавить батырмасын басып, осы жерге страницаның атауын жазып қоямыз. Мысалы, бірінші бет деп қояйық. Бағанағы басты бет болды. Енді келесі бетті бірінші бет деп жазамыз. Және де тура жаңағыдай суреттерді енгізіп, және де тексттерді енгізіп, қалауыңызша өзгертіп ала аласыздар. Әртүрлі іс-қимылдар жасаған соң осы астындағы батырманы басып сақтап отыратын боламыз. Және де просмотр сайта батырмасын басамыз шетте тұрған. Мінекей біздің электронды оқулығымыз осындай вариантта ашылды. Оқулық электронды деп жазғандарымыз осылай шығып тұрады. Басты бет, яғни басты бет жаңағы бет, одан кейін бірінші бет осылай шығып тұрады. Басты бет, екінші бетті ашқанда екінші бет шығып тұрады. Бүгінгі видео сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сіздермен Ұстаз KZ.